Сәлеметсіздер ме халқым? Менің айтарымына герб ауыстырғыш Тоқаев мырзаға. Тоқаев мырза, сіз шет тілде білем деп шет елге қыдырып, апалар құсап дорбаға Қазақстан байлығын салып, шет елге барып, әр елдің тіліменен сайрап жүргенде, сіздің халқыңыз суға кетіп, қырылғаны қырып, малын былай қойын адамдарына дейін жатыр. Соны неге көрмейсіз, көмектеспейсіз? Жұмыссыз елдер ол, ауырғаны, ауырып, ауырмағаны, нан тауып жей алмай, олар ол жатыр. Ал енді оны айтқан, шындықты айтқан, бұрынғы президентке айта алмаған сөзін сізге айтып, жаңа Қазақстанға жаңа президент келді ғой деп, сізге айтып, кемшілікті, кетікті айтып, байлықты жалғыз өзіңіз жемеңіз, халыққа пайдаланыңыз, жұмыс табыңыз деген елдің бәрін сотқа, түрмеге қамадыңыз. Біреу айтыпты дейді ғой, психологқа барып қарал, сен ауырасың деп. Ол айтты дейді, мен ауырсам психологтың өзін емдету керек алдымен, сонан кейін психологқа барам деп. Сол айтпақшы, соттың өзіне сот керек болып отыр қазір. Соттар қазір әділ сот жоқ. Әділ сот болса, ана түрмеде отырған, халыққа жаны ашыған, жазықсыздан жазықсыз отырғандарды баяғыда тергеп тексеруге болатын еді. Думан Мұхаммедкәрім қай уақытта өтірік сөйледі, қай уақытта жаман қылық жасады. Не себепте сіз бір жыл ұстап отырсыз? Менің айқайым сіздің құлағыңызға баяғыда жеткен шығар. Неге сіз бір уақыт ана сотқа айтпайсыз, ақты ақ деп, қараны қара деп, тексер деп? Менің ұлымды не үшін қинап отырсыз? Ол шындықты айтты ғой. Қаңтардағы қырғын аспаннан түсті ма? Сол қырғынды түсірді ғой. Екі журналист, біреуі Айгерім Тілеужан. Ол түсіргенін көрдіңізде, приказды беріп, ойбай, аэропортты жарғалы жатыр екен деп, оны 4 жылға шырылдатып, ол журналистті соттап жеріңіз. Ол китімдай нәп-нәзік биттей қыздың армиясы бар ма еді? Аэропортты жаратындай. Оны обалдығып түрмеде жатыр 4 жылға сотталып. Жалғыз шешесі ғана бар, байқұс. 12-де бір гүл ашып, даже бір үйленбегенде. Ал ол қызды обалдығып 4 жылға жібердіңіз. Менің ұлым Думанның не жазығы бар? Біресе Әбіләзовті жармастырдыңыз, біресе ақ дедіңіз, біресе көк дедіңіз. Барлық сіздің тағатнайыңыз. Тоқаев мырза, Қазақстанды шетелге бостан-босқа таратпаңыз, басқа тілде сайрап қыдырмаңыз. Мына халықтың жағдайын жасаңыз, Қазақстанның байлығын өзін пайдалануға жағдай жасаңыз, завод, фабриканы ашыңыз, жерді Қытайға сатпаңыз. Қаңтардағы оқиғаны дұрыстап тексеріңіз деді. Қаңтардағы оқиға міне 1 жыл болды, әлі ашылған жоқ қой, жұмбақ қалпында жатыр. Сіз содан қорқасыз. Думан Мұхаммедкәрім басынан аяғына дейін соны түсірді, артымыз ашылып қалама деп. Ол шындық бүгін шықпаса ертең шығады, бірақ менің балам ол кезде сіз түбін құртам деп ойлайтын шығарсыз. Сізге сонда мүйіз шыға ма? Менің ұлымды жазықсыздан жазықсыз түрмеге қамап отырғаныңызға 1 жылдан асты, Тоқаев мырза. Сотты да, сот деген оқығанда ақты ақ, қараны қаран деп оқыған ол, айтамыз деп. Бірақ та сіз уысыңызда түгел бүткін Қазақстанды ұстап отырсыз. Өтірікті айтқандарды жақтап, шынды айтқандарды таттап, соттап, өлтіріп, қырып, жойып, суға ағызып. Су тасқыны өмірінде мұндай су тасқыны болмаған. Не Қазақстанда су тасқыны болып қалды? Оны да өздеріңіз істеп отырсыздар. Дамбыны жардыңыздар ма, суды бұрып жердіңіздер ме? Сіздерге әңгіме керек. Қазақстан ақшасын жеу керек, бөліп барлықтарыңызға. Сол үшін қазақ қырылса бір чыбын қырылып жатқандай ойлайсыздар. Қарайған халық шырылдап қырылып жатыр. Ой, біз сіздер жарылқаймыз, үйде береміз, малда береміз. Жазық үшін деп кәмпит берген бала сотып алдап отырсыз. Көреміз, Жаңаөзенде суға кетіп өлгендердің қайсын жарылқадыңыздар? Соғысып алдап, ертең солар жүрет, үйде жоқ, күйде жоқ, малда жоқ, зарлап. Онсыз да халықтан қайыр тілеп отырсыздар ғой, бот үй бар ма, күрек бар ма деп. Қазақстанның көп байлығы қайда? Бірақ күнде жасай самайсыздар ма? Ана этажды үйлерді жасап, неге соларды кіргізбейсіздер? Школдың бір бұрышында бәрін үйіп төгіп қойғанша. Сізге шындықты айтқан кісі өмірі жаққан емес. Сіз осы Қазақстанға президент болып отырғалы бір Қазақстанды жақсы нәрсені мен естіген жоқпын 3 жылдан бері. Қырылған халық, өлген халық, аштықтан ауырған халық, айлығы ол жетпейді біріне-бірін. Айландырғанында 3-4 депутат бар, ауыздарын ашып сөйлесе, олардың да сөзін өрге бастырмайсыз. Мысалы, Меліс мырза айтты ғой, осы жер сілкінісінде айтты.
дайындалыңдар деп. Ойбай, бақсы айтты, бәлгер айтты, жер сілкінісі болмайды дедіңіздер. Бүтін халық қырылып қала жаздады. Онда ол кетті. Су тасқын тағы да айтты ол кісі. Әй, аспандан вертолетпен ұшып үйлеріңе келіп қонбай қарасаңдаршы, дамбы толып тұр суға. Ана арықтарды ашыңыздар. Халықтың ақшасы қайда? Жөндеңіздер арықты деп. Онда оның құлақ келмей, ол кісінің сөзін тыңдамай өшіріп те тастадыңыздар. Сондай білімді сол Қазақстанның алдын ала айтқан кісілер тыңдағыларыңыз келмейді. Өтірікті айтқан, өкіметті жеген, бәріңіз бір араның ұясындай бірігіп алғансыздар. Ондайлар бір-бірлеріңізді жақтайсыздар, қарға қарғаның көзін шықмайды. Бір-бірлеріңіздің арттарыңызды бір-бірлеріңіз ашқыларыңыз келмейді. Қара халық сөйлесе қалмайсыздар. Түрмеде айтам, түрмеде қанша адамдар отыр. Әрине, оның ішінде кінәлілерде отырған шығар. Жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Жаңылысып, қателесіп отырғандар да бар шығар оның ішінде. О да бірақ адам балалары. Қателеспейтін адам жоқ. Соның ішінде мен түрмеге барам. Тергеу изоляторына барғанда, ана жерде қаншама халықтар осы жерде балаларына, аға, әпкелеріне тамақ өткізген, мені көргенде бәрі жол береді. Ойбай, апа, сіз өткізіңіз бір, сіздің балаңыз таза бала. Қарадан қарап отыр ғой, Тоқаев дегені үшін сотталып, бостан босқа отыр. Сіз өткізіңіз, біздің балаларымыз жарайды. Жастық болды, мастық болды, ақ болды, кішкене олардың кінәлері бар шығар. Сіздің балаңыз бір жыл болды, бостан босқа отырды. Бүткім қарайған халық біліп отыр ғой, Тоқаев мырза. Сіз білесіз осыны. Сіз бәрін істеп отырған. Мен ашық біліп отырмын. Өйткені мен түрмеге, тергеу изоляторына барғанда, ана жерде отырғандардың бәрі төмен қарап маған еш жауап айтпайды. Думаның кінәлі емес екенін бәрі біледі. Менің ұлым денсаулығын құрттыңыз, бір жыл қинап отырсыз. Арон Атабек құсып өлтіргіңіз келіп отыр. Сізге не зорлығын туды сонша? Өзіңіз реклама жасап, шетелге барып, шетелдің тілінде сайрап жүрсіз. Путин кеп қазақтарға кеп қазақша сөйлей ме? Өзбектер кеп сөйлей ме? Қырғыздар кеп сөйлей ме? Сізде неге намыс жоқ? Халқыңыздың қырылып жатқаны мынау. Сіз бостан босқа самолетке отырып ап, көрінген шетелге қыдырып жүргенше алдымен халқыңыздың жағдайын жасаңыз. Мына суға ағып жатқан елдің жағдайын жасаңыз. Көрінгеннен алақан жайып, телміртіп елді бот үй сұрап, күрек сұратып қойғанша. Мен мысалы ұлыма барам, жұмасына бірес. Осы Алматыда отырғанда бүткім халық Думанның ақ екен, адал екен халық үшін қаңтарда қырғыннан кейін жерге барып, халықтың мұңын мұқтап, жоғын жоқтап, шындықты шығарған үшін, сізге халықтың барлық тамақ болсын, не болсын қымбаттап жатқан үшін, ымды білмеген, дымды білмейді демекші, сізге орныңыздан түсіңіз, орныңызды босатыңыз деп, менің ұлым сіздің орныңызға таласқан жоқ. Сізге как журналист ретінде жай ғана айтты, Тоқаев мырза, мынаны қойыңыз деп. Сол үшін өштеспеңіз сіз менің ұлыммен. Қаңтардағы шындық түбі бір ашылады. Халық онсыз да біліп отыр. Халық бүткім, халық енді шығайын, шындықты айтайын. Су тасқынынан қырылып жатқан ел, басқадан көріп жатқан ел, шығайын десіз өтірікті алдап, балаға 3 кәмпит беріп алдағандай алдап қоясыз. Жан жақтағыларыңыздың бәрі, ыңғай айтам, өңкей анаконда айдақарсыздар. Қазақстанның бар байлығын алып, соны жібергілеріңіз келмейді. Қазақтарға, қарапайым халыққа бөлгілеріңіз келмейді. Менің ұлым соны айтты деп неге қинайсыз? Мені де қинап, нервымды құртып біттіңіз. Менің ұлымды босатыңыз. Босатыңыз, пожалуйста, босатыңыз. Әйтпесе, шөлмек мың күндесін байды, бір күндесін ет, сіздің басыңызға келмесіне кім кепіл? Аққа Құдай жақ дейді. Менің ұлым ақ, адал, тек қана халықтың сөзін сөйледі, чыңғыртып тұрып. Сізге, бетіңізге тікелей айтты. Сол үшін неге сіз қинап отырсыз? Кезінде ол телеарнада тәуелді журналист болып жүргенде де айтатын. Ол кейіннен шыдай алмай тәуелсіз журналист болды. Тәуелсіз журналист болсын, тәуелді журналист болсын. Журналист деген халықтың ішінде жүрген, елдің мұңын, жырын айтатын адамдар. Сіз неге ұялмай журналистерді қайта қамайсыз? Мысалы, әне күні 2 журналисті қамадыңыз. Сот айтады дейді, соттайды, қалақ оттайды деп. Сол сотыңыз ұялмай айтып отыр, сен Дума Мұхаммедкәрімге бардыңыз, сол үшін қамайын деп. Не, Дума Мұхаммедкәрім террорист пе еді, әлде кісі өлтіріп пе еді?
Әлде арақ ішіп көшеде бүлік салып бет, біреуді машинамен қағып бет, не болмаса арақ ішіп барып сіздің есіңізді, кабинетіңізді қағып, сізді боқтады ма? Сіз не үшін сондай приказ думанға жақындаған елді соттаймын деп айтасыз? Ол үшін айтыңыз, бүткім халық болып менің бетіме басып жатыр. Үлкен адам, апа басына кимешек кигенін апа сізді айтып отыр. Қан болсаңыз, Тоқаев мырза қойыңыз мына қателігіңіз деп. Жас балаға дейін, жас қыздарға дейін, әйелдерге дейін бүткім халық сізге тікелей айтып жатыр. Соттаңыз онда бәрімізді. Неге сіз бір думанды қинап отырсыз? Ақыр шындықты естігіңіз келмесе, бүткін Қазақстанды соттаңыз. Әйтпейтін болмаса сіз тоқтатыңыз. Мына мас қылығыңызды тоқтатыңыз. Бірді бірге соқпай, ана соттарыңызға айтыңыз. Анау үшін соттағалы жатырмыз, мынау үшін отырғызғалы жатырмыз деп қатын өсекті айтып отырған сот деген аттарына мынау ұят нәрсе. Сот деген ақты ақ, қараны қара деп айту керек. Ол не үшін оқыды? Ана жоғарғыдағы бастық менің жеп отырған нанымды тартып алады, жұмыстан шығарып жібереді деп қорқып, ананы сотта десе соттап түрмеге өткізіп, мынаны соттама десе соттамайтын. Не деген сот ол? Не үшін оқыды? Давайте, мен сізге айтам. Орнатыңыз, шындықты орнатыңыз, шындықты айтыңыз. Айта алмайсыз ба? Түкке күйіңіз келмей ме? Шетелге қыдырып, реклама жасап, шетелге сөйлеп, қыдырып жүретін болсаңыз, орныңызға жібіт үзу біреуді қойыңыз. Әйтпейтін болмаса, хватит, мен уже шаршадым. Менің ұлымды құртып біттіңіз. Менің ұлым мінекей, күнде барам. Шындық үшін миы, нервісі араланып, уже айта алмаймын мен. Тоқаев мырза, менің балам бір қателік жасаса, мен осылай сізге қатты сөз айтпас едім. Албаты Әбіләзівті айттыңыз. Әбіләзів сияқты дүз Әбіләзів жүр ғой шетелде. Қрафуновың бар, басқаң бар, шетелге Қазақстан байлығын алып қашпаған ел бар ма? Өздеріңіз қашырып жүріңіздер ғой, соны самолетке отырғызып. Менің артымды ашпасын, ананың артын ашпасын деп. Енді кеп жалаң аяқ журналистке жағатын, пәле жабатын түгіңіз де жоқ. Сіз шелек жалаған айран ішкен құтылады, челек жалаған тұтылады деп айранды сіздер ішіп отырсыздар да, челек жалағандар түрмеге қамап отырсыз. Қойыңыз бұғылыңызды, сіздің анық басыңыз істейтін, анық дипломат оқыған адам болсаңыз.